Мысықтың қарғысы. Мысықтың қарғысы бар екен, көзім жетті. Менің жасағанымды қайталамаңдар халайық. Біз жақсы өмір сүрдік, ақшадан қысылған жоқпыз, ортаның алды болып жүрдік. Бірде 3 жасар қызым далада ойнап жүріп бір марғауды тауып әкелді. Оны жақсы көріп бауыры басып қалды. Марғауды шығарып тастауға қимадық. Қызымның көңіліне қарап үйде қалдырдық. Сол марғау үйге келгелі жұмысым алға басып, жағдайымыз одан да жақсара бастады. Арада біраз жыл өттіп, әлгі марғауым өсіп өзі балалай бастады. Үйге өзінің 5 баласын алып келді. Мен жақтырмайтынмын. Бір күні бір жиынға бардық, мен қатты ішіп қойыппын. Үйге келсем, мысық балаларын емізіп теледидардың алдында жатыр екен. Оларды көріп жыным қайнап, балаларын шетінен ваннаға тұншықтырып өлтірдім. Сонда мысығым есік жақтан қимылдамастан қарап тұрды да шығып кетті. Содан қайтып үйге оралған жоқ. Қызым мені жек көріп кетті. Қызымның көңілін аулайын деп әйелімді, 2 балам қызымды алып өзенге шомылуға бардық. 1-2 сағат шомылдық, аяқ астынан қызымнан айырылып қалдым. Кешкісін құтқарушылар қызымның өлі денесін тапты. Содан кейін өзім ішіп кеттім. Әйелім 2 баласын алып кетті. Ісім артқа кетіп, сыйымда жоғалды. Бір күні ұйықтап қалыппын, түсімде қызым 5 марғаумен ойнап отыр екен. Сонда барып мысықтың қарғысы екенін түсіндім. Көзімді ашып қарасам, терезенің алдында мысықты көрдім маған қарап тұрғанын. Содан кейін оны көрмедім, одан бері 8 ай өтті. Есімді жидым, ендігі арманым балалар мен әйеліммен табыссам деймін.